Петропавл қаласының көп балалы және аз қамтылған отбасылар үшін қайырымдылық акциясын жастар ресурстық орталығы ұйымдастырып, оған Петропавл электротехникалық зауыты демеушілік етті. Трансформатор шығаратын зауыттың құрылысы әлі жүргізіліп жатқанымен, жаңадан ашылған зауыт Петропавл қаласында алғаш рет қайырымдылықпен айналысып отыр дейді Бегалы Рахымбаев. Осы 1 июнь балалар күніне орай көмектесіп жатқан жайымыз бар. Қажетті отбасыларға, мұқтаж жандарға алдағы уақытта тағы да қажетті отбасылар болса, қол ұшын созуға дайынбыз әрқашанда. Бүгінгі таратып жатқан продуктымыз ең керекті деп саналатын отбасы жағдайында алынған продуктілер осы. Әрбір отбасыға 15 теңгеден, бір сумканың қаржылық көлемі 15 теңгеден, сонда есептесек 20 семьяға 15-300 мың теңгені қарап отыр. Оның ішінде керекті заттарымыз гречка, мұнда пияз, сәбіз, конфет, вафли, печенье, сұйық майымыз, пістемай. Тұрмысқа қажетті алма, порошок, мұнда қант. Ұйымдастырушылар іс-шараны көмекке мұқтаж отбасылардағы балаларға мерекелік көңіл күй сыйлау үшін жасағандарын айтады. Осындай мақсатпен олар жиналып азық-түлік толы 20 қоржынды көмекке мұқтаж отбасыларға таратуға асықты. Олар ең бірінші Алаведовтардың отбасына барды. Дәл қазір жастар ресурстық орталығының еріктілері мен Жасыл ел жастар отряды демеушімен бірігіп, көп балалы отбасыға тұрмысқа қажетті азық-түлікті таратуда. Бұл қоржынның ішінде тұрмысқа ең қажетті деген азық-түліктер салынған. Рауза Алаведова 25 жастағы көп балалы ана. Ол жолдасымен бірге балалар үйінің тәрбиеленушісі. Олардың үлкен баласы 7 жаста болса, кішісі 2 жаста. 4 баланың анасы мұндай жәрдем екінші рет көрсетіліп отырғанын айтады. В связи с праздником, хотел бы всех поздравить с праздником, всех деток. Мерекеге байланысты барша бүлдіршіндерді айтулы мерекемен құттықтағым келеді. Бүгін қайырымды жандар бізді де шетте қалдырмады. Өте ризамын, алғысым шексіз. Қайырымдылық акциясында азық-түліктерді тасу үшін Нұр Отан партиясы 5 көлік ұйымдастырған. Іс-шараға жалпы 15 ерікті қатысты. Ақнұр Қайырбек, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный телеарнасы.